Табиғи отынды қолданатындар үшін оның бағасы, сапасы әрі қолжетімділігі қашанда маңызды. Осы мақсатта біз бүгін темір жолдың торабындағы Жібек Жол ауылындағы көмір сататын орындарға арнайы келіп, бағасын бағамдап, тапшылықтың бар жоғына көз жеткізуге тырыстық. На сегодняшний день заскладировано около 2000 тонн угля. Уголь шубаркульский. Получаем с Шубаркуля напрямую. Как сами можете наблюдать, в принципе никакого ажиотажа, ничего нет. Вот на данную минуту ни одного клиента нет. То есть я полагаю, что в этом году никаких ажиотажных ситуаций не должно быть. Угля достаточно. До конца года, то есть у нас есть объем, который мы получим, его будет достаточно. Цена за тонну 21 500 тенге. КТЖ может поднять ставки за перевозку, тогда может быть поднята цена. Көмір енді бізге Шубаркуль көмір келеді, содан кейін Қаражара деген көмір келеді. Мына Семей жақтан, Шубаркуль мына Қарағанды жақтан. Көмірдің сапасы жақсы, көмір жеткілікті, бірақ халық алмай жатыр әлі. Бұрын май айынан бері алатын, майдан бастап. Аяқ астынан суық болып кетсе, онда көмір жетпейді. Ол бір күнде біз сонша көмірді әкеп түсіре алмаймыз. Неге көмір алмай жатқанын білмеймін. Сол үшін ертерек қамдану керек дейсіз ғой? Конечно, ертерек қамдалу керек, дайындап қою керек. Енді аяқ астынан міне жарты айдан кейін, может, даже қар түсіп қалуы мүмкін октябрьде. Көмір әлі сатылмай жатыр. Көмірдің сапасына қарай, где-то бір 20 мыңнан жоғары. Сұраныс қалай жыл сайын? Төмендей ме әлде артып келе жатыр ма көмірге деген енді? Сұраныс аздап барады. Аздап. Бұрынғыдай емес, көп адамдар газ өткізіп жатыр. Көбінесе қай жақтан кеп алады көмірді? Осы жергілікті халық па әлде шет жақтағылар? Жамбыл ауданынан кеп алады. Мына Күрті жақтан алады, Балқаштан алады, кейде Алматыдан алады. Қазір Жетісу облысы дейміз ғой. Сол жақтан себебі жерге элеваторға астық не әкеледі, осы жерден көмір тиеп кетеді. Ондай да жағдай бар. Елдің қамын ойлап, алдын ала нетіп жүргендерге рахмет.